Бәріңізге сәлем. Бүгін өте керемет котлет жасайтын боламыз. Ол үшін нанымызға суымызды құйып алып, жақсылап езгілеп аламыз. Одан соң болғаннан кейін суымызды алып тастаймыз. Енді үстіне фаршымызды саламыз. Және де 2 пиязымызды майдалап турап алып саламыз. Енді дәміне қарай тұз, паприка және де перец салып, бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, біркелкі қылып аламыз. Енді фаршымызды формасына қарай домалақтап, және де 2 бетімен ұнымызға малып шығамыз. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді сковородкамызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Котлеттерімізді салып, жақсылап қуырамыз. Бір беті піскеннен кейін екінші бетіне аударамыз. Екінші беті піскеннен соң 10 минутқа бетін жауып тушиться етуге қалдырамыз. Біздің котлеттеріміз дайын. Пюремен немесе гречкамен берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Видеоны көрсеңіздер, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар.